Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өзіме қатты ұнаған пирогтың бірімен бөліскім келеді. Бұл рецепт өте оңай, санаулы минуттар ішінде ғана дайындалып, құрамындағы ингредиенттері кез келген ас үйден табылады. Міндетті түрде менімен дайындап, сіздер де дәмін көріңіздер. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға қопсытқышты қосып, оған қант саламыз. Барлық құрғақ ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Содан соң салқын сары майымызды салып, қолымызбенен ақырындап ұн мен майымызды бір-біріне араластырамыз. Сары май еріп кетпеу үшін ұзақ араластырудан қажеті жоқ, тек қана осындай түйіршіктер пайда болғанға дейін араластырамыз. Содан соң жұмыртқаны қосып, барлық ингредиенттерді жақсылап қолымызбенен біріккенге дейін араластырып, қамырымызды бір-біріне біріктіреміз. Егер қамырларыңыз бірікпей жатса, онда кішкене қаймақтан қоссаңыздар болады. Қаймақты қоспасаңыздар да қамырларыңыз бір-біріне бірігіп, осындай өте жақсы қамыр шығады. Енді осы қамырды шетке алып қоямыз. Қазір форманы дайындаймыз. Мендегі форманың диаметрі 24 сантиметрді құрайды. Дәл осындай форманы қолдансаңыздар, пергамент қағазын қолданбасаңыздар да болады. Енді қамырымызды жаямыз, дастарханымызға ұнымызды сеуіп, қамырымызды бірдей қалыңдықта жаюға тырысамыз. Егер сіздер басқа форманы қолдансаңыздар, онда пергамент қағазын төсесеңіздер болады. Қамырымызды осылайша оқтауменен бірдей қалыңдықта етіп жайып, содан соң ақырындап осылай формамыздың бетіне орналастырып аламыз. Бұл қамырмен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Қамырды елеп болғаннан кейін тоңазытқышқа қоймай-ақ бірден формаға орналастырып, осылай әдемілеп шеттерін жоғары қарай көтеріп, бортиктарын жасап, өздеріңізге ыңғайлы етіп орналастырсаңыздар болады. Өте ыңғайлы, уақыттарыңыз кетпейді. Бірден формаға салып пісіре береміз. Тек осылай шеттері шығып кеткен жерлері болса, ақырындап пышақпенен түзеп, артық жерлерін алып тастаймыз. Және ол артық жерлерін қазір мына шеттерінде тұрған, ашылып қалған жерлері болса, сол жерлерінің барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп орналастырып шығамыз. Егер қамырларыңыздың шеттері біркелкі болып, әдемі болып тұратын болса, онда артылған қамырдан печенье жасап тастасаңыздар да болады. Міне осылайша қамырымызды формаға орналастырып аламыз. Өте ыңғайлы. Енді дайындап қойған формамызды шетке алып қойып, салмасын дайындауға кірісеміз. Мен ең алдымен салмасына осылай кептірілген өрікті жуып, алдын ала құрғатып аламын. Содан соң осылай ұсақтап видеода көрсетілгендей етіп турап шығамын. Сіздер өздеріңізге ұнаған кез келген затты салмасына салып қолдансаңыздар болады. Ұсақтап туралған өрігімізді қазір бірден осылай пирогымыздың бетіне салып орналастырамыз. Енді мейізімізді де осылай жуып, тазалап, құрғатып алғаннан кейін ұсақтап тураймыз. Ұсақтап турауға кеңес беремін, себебі пирогтарыңызды кескен кезде өте әдемі көрінеді. Бірден турап болғаннан кейін жаңағы пирогымыздың үстіне орналастыра береміз. Турамай салсаңыздар да болады. Келесі кезекте бізде жаңғақ, өздеріңізге ұнаған кез келген жаңғақ түрін қолдансаңыздар болады. Ешқандай шектеу жоқ. Мен грек жаңғағын қолдандым. Оны ұсақтап пышақпен турасаңыздар да болады, немесе видеода көрсетілгендей қосып қолдарыңызбен ақырындап үгітіп шықсаңыздар да өте ыңғайлы. Маған осы тәсіл ұнайды. Себебі жаңғақтарымыз қатты ұсақталмай, арасында ірілері де кездескені жақсы. Бұл пирогқа өзіндік ерекше дәм береді. Міне осылайша біздің пирогымыз дайын болды. Салмасы да, қамыры да өте санаулы минуттар ішінде дайындалады. Бұл пирог міндетті түрде сіздерге ұнайды. Енді салмасының бетіне майлылығы 8-5%-дан жоғары болатын кез келген сгущенканы пирогымыздың бетіне видеодағыдай құйып шығамыз. Пирогымыз дайын. Енді оны алдын ала қызып тұрған пеште 160-180 градус аралығында шамамен 20-25 минуттай пісіреміз. Пирогымызды толығыменен суытып, содан соң оны өздеріңізге ұнаған кез келген ыдыстарыңызға орналастырамыз.
міне пирог видеода көрсетілгендей өте жеңіл алынады. Мен формаға пергамент қағазын төсемедім, соның өзінде өте жеңіл алынып жатыр. Осылайша біздің пирогымыз дайын, санаулы минуттар ішінде ғана жасалып, өте тез дайын болады. Үйдегі иісті айтып жеткізу мүмкін емес. Сондай керемет. Ал дәмін мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын, себебі сіздерде дәмін жасап көргендеріңізді қалаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео сіздерге ұнап пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған гүлім, астарыңыз дәмді болсын.